Баршаңызға қайырлы күн, дәмді асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді сметаник пирог жасайтын боламыз. Алдыменен 150 грамм сары майымызды ерітілген, оның үстіне бір жұмыртқамыз салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап жұмыртқамызды маймен араластырғаннан кейін, оның үстіне қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, оның үстіне ұнымызды екіге бөле отырып және 50 грамм қамыр қопсытқышымызды, яғни разрах етелімізді салып, осылай қолменен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне бізде осындай қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр шығады. Осылай қамырымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында салмасын дайындайтын боламыз. 20% қаймағымыз, яғни 200 грамм, 300 граммдай қаймақтың үстіне 2 жұмыртқамызды және қантымызды және оның үстіне 3 ас қасық кукурузный крахмалымызды салып, барлығын бір келкі түйіршіктері қалмағандай етіп жақсылап араластырамыз. Міне салмасы дайын болды. Енді жаңағы тоңазытқыштағы қамырымызды алып, менде осындай ыдыс болды. Өздеріңіз қалаған пирог пісіретін ыдыстарыңызға жасасаңыздар болады. Міне осылай жаңағы илеген қамырымызды қолменен жақсылап тегістеп, бортиктерін шығарып, барлық жеріне түгел жайып шығамыз. Міне одан кейін шанышқымен тесіп қоямыз және жаңағы дайын болған салмамызды үстіне құямыз. Осы уақыт аралығында сіздер өздеріңіздің газдарыңызды, печкаларыңызды қыздырып қоясыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне сонымен менің сметаник пирогым дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып пісіп шығады. Енді осыны ыдысымыздан алып, жарты сағатқа мұздатып қоямыз. Мұздап сметаниктері қатқаннан кейін дәл осылай кесіп қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Немесе өздеріңіз таңғы уақытқа шаймен жасап ішсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер.